Сәлеметсіздер ме балалар? Әліппе пәні 1-ші сынып 73-ші сабақ. Сабақ алдындағы көңіл-күй. Мынау менің жүрегім, елімді мен сүйемін. Жақсылыққа жақын болып, әрдайым күліп жүремін. Сабақтың тақырыбы ө дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтижелер. Дауысты дыбыстардың буын құрайтынын біледі. Сөздегі буын санын анықтайды. Мұғалімнің қолдауымен мәтіннің сюжетті суреттің мазмұны бойынша сұрақ қоя алады, сұраққа жауап береді. Сызба модель, сурет белгілері арқылы сөз, сөйлем, шағын мәтін құрастырады. Айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді еске сақтап, есту бойынша жазады. Оқулықпен жұмыс. Балалар, суретке назар аударыңыздар. Сурет бойынша әңгіме құрайық. Әсем қағазға өрнек салды. Өрнегі өте көркем болып шықты. Апасы оны мақтады. Ол өрнегінен кесте тікті. Міне балалар, ө әрпі дауысты дыбыс. Яғни ө әрпі кедергіге ұшырамай айтылады. Ө әрпін жіптен жасап көруге болады. Өрнек. Өрнек сөзін буынға бөлейік. Өрнек сөзінде 2 дауысты дыбыс бар, 2 буын бар, 5 дыбыс, 5 әріп бар екен. Жарайсыздар балалар. Оқулықпен жұмыс. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Бұл жерде ө дыбысы сөздің басында және ортасында кездесіп тұр. Балалар, өнерлі балалар мәтінін оқиық. Қане бірге оқимыз. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Міне балалар, мәтінді оқып шықтық. Мәтін неше сөйлемнен тұрады? Мәтін 5 сөйлемнен тұрады. Осы мәтін бойынша жұмыс жүргізейік балалар. Сіздер сұраққа жауап беріңіздер. Қамшыны кім өрді? Қамшыны Қанат өрді. Кім өлеңді мәнерлеп оқыды? Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Күйді кім шертті? Өмірбек күй шертті. Қағазға кім өрнек салды? Әсем қағазға өрнек салды. Олар қандай балалар? Олар өнерлі балалар. Жарайсыздар балалар. Тамаша. Сіздер де осындай қылып жауап берді деп ойлаймын. Саралау тапсырмалары. 1-ші деңгей дыбыс сызбасындағы жасырынған сөздерді табады. 2-ші деңгей ө дыбысы сөздің қай жерінде келетінін анықтайды. 3-ші деңгей төлдер сөзінен сөйлем құрайды. Төлдер сөзінде 2 дауысты дыбыс бар, 2 буын бар, 6 дыбыс, 6 әріп бар екен. Төлдер далада жайылып жүр. Яғни 4 сөзден тұратын сөйлем құрдық. Жарайсыздар балалар. Сергіту сәті 2 қолмен жұмыс. Сары түсті керемет, қызыл окей, сары керемет, көк алақанымызды ашамыз, жасыл қолым жұдырығымызды жұмамыз, көк алақанды ашамыз, жасыл жұдырық жұмамыз, қызыл окей, көк алақанымызды ашамыз, сары керемет. Міне, осындай қылып жаттығу жұмысын үйден де жасап көріңіздер балалар. Бұл жаттығу сіздердің шығармашылық қабілеттеріңізді дамытады. Дәптермен жұмыс. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, дәптерге ө әрпін саламыз. Өның бас әрпін және кіші әрпін салатын боламыз. Өнер, өзен, бөрік, көлік, төл деген сөздерді жақсы етіп дәптерге жазып шығасыздар балалар. Сөз тану, тыңдау материалымен жұмыс. Сабақты өнерлі бала сүйкімді деген қорытынды пікірмен аяқтаймыз балалар. Кері байланыс. Мен үшін не қызық болды? Мен үшін не қиын болды? Мен үшін не құнды болды? Міне балалар, сауалдарға жауап бересіздер. Сау болыңыздар балалар. Сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.